Саламатсыздар ма? Денсаулыққа пайдасының молдығына байланысты қырыққабат қаншайымы деп аталатын көкөніс жайлы естігеніңіз бар ма? Бүгінгі тақырыбымыз осы жайлы болмақ. Пайдасы мол көкөністің аты брокколи. Брокколидің толық пайдасы жөнінде білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Сіздің болмашы әрекетіңіз мені шабыттандырады. Ақпарат пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ал енді брокколидің пайдасы жөніне тоқталайық. Брокколи бір жылдық көкөніс. Брокколи антиоксидантты, ісікке қарсы, өт айдайтын, қабынуға қарсы әсері бар. Тұрақты пайдалану арқылы жүрек қан тамыр жүйесі мен қант диабеті даму қаупін азайтады. Брокколи құрамына нелер кіреді? Ашық жасыл көкөніс құрамына үлкен көлемде өсімдік белогы, клетчатка, амин қышқылдары, минералдар мен витаминдер кіреді. Содан басқа В группасының витаминдері В1, В2, В5, В6, ПП, Е, К витаминдері кіреді. Пайдалы құрамына толығырақ тоқталар болса, хлорофилл ағзаны тазалайды, бос радикалдарды ағзадан шығарады. Фолий қышқылы әйел ағзасына пайдалы, репродуктивті жүйе жұмысын жақсартады. Омега бас ми ішілік қысымды реттейді, артериялық қан қысымды жақсы емдік әсер береді. Токоферол табиғи антиоксидант, жастық пен сау теріні сақтайды. Фосфор есте сақтауды жақсартады. Мед, кобальт, темір қан жасау процесіне қатысады. Эритроцит өндірілуін күшейтеді. Кальций сүйек тінін күшейтеді. Тырнақ, шаш, тіс саулығына әсер етеді. Калий, магний, натрий су тұз алмасуына қатысады. Бұлшық тінін нығайтады. Көңіл күйді жақсартады. Хром қандағы қант деңгейін реттеп отырады. Витамин С ағзаны вирустардан қорғайды. Витамин В группасы жүйке жүйесін қорғайды, ұйқысыздықты реттейді. Брокколиді кімдерге ерекше тұтыну керек? Құрамындағы фолий қышқылының көп болуына байланысты дәрігерлер мен диетологтар жүкті әйелдерге қолдануға кеңес береді. Фолий қышқылы немесе В9 витамині баланың қалыптасуына қатысады. Витамин мен минералдарға бай құрамы болуына байланысты балалар мәзірінде қосуымыз керек. Бұл гипоаллергенді көкөніс. 3-5 жас аралығында балалар тағамына қосқанымыз абзал. Оның өзіне тән иісі кез келген адамға қанша жерден пайдалы болса да ұнамауы мүмкін. Сондықтан әртүрлі десерт, омлет түрінде ұсынған жөн. Брокколиді тұрақты тұтыну иммунды жүйе жұмысын жақсартады және тері саулығына жақсы әсер береді. Брокколи негізгі дәрілік зат ретінде қолданылмайды, бірақ пайдалы құрамы ағзаны жалпы нығайтуда маңызды рөл атқарады. Ісік ауруларының профилактикасында қолдануға болады. Брокколи құрамындағы сульфорафандар бар. Бұл зат ісікке қарсы әсер береді және канцерогенге қарсы тұрады. Клеткаларды зақымданудан қорғайды. Тұрақты қолдану сүт безі қатерлі ісігінің және де аталық без өкпе ісігінің болуын төмендетеді. Сонымен қатар сульфорафан қандағы қант деңгейін түсіруге көмектеседі. Гликемиялық индексі 15 единица. Түрлі аурулар созылмалы қабынумен байланысты, яғни артрит, жүрек аурулары сияқты аурулар. Брокколи құрамында қабынуды басатын антиоксиданттар және флавоноидтар бар. Құрамындағы витамин С, бета-каротин, кверцетин жүрек зақымдалуын алдын алатын бос радикалдардан қорғайды. Сонымен қатар пайдалы бактериялар өсуіне, ішек микрофлорасына көмектеседі. Құрамында клетчатка мөлшерінің көп болуына байланысты ағзаны ішектерді тазалайды, ас қорытуды қалыпқа келтіреді, іш қатудан құтыласыз. Брокколи құрамындағы клетчаткаға еритін, еремейтін талшықтардан тұрады. Еремейтін бұл өсімдік талшықтары асқазан сөліне қолайлы әсер етеді. Олар тез ісінеді, щетка тәрізді жұмыс жасайды. Тамақ қалдықтарын, май, холестерин жиналуын болдырмай тазалайды. Еритін ол ісінбейтін клетчатка асқазан сөлі арқылы ыдырайды, ағзаға энергия мен қоректік әсер береді. Брокколи кез келген жасқа пайдалы әсер береді. Тұрақты тұтыну герпес, диабет, іш қату, мазаласа бүйрек, артериялық қан қысымы бар адамдарға пайдасын тигізеді. Құрамындағы витамин С
шаш, тері, тырнақ сұлулығына оң әсер берсе, минералдар етеккір алды кезеңіндегі ауырсынуға көмектеседі. Кез келген заттың пайдасымен қатар зиянды жағы да болады. Яғни брокколи төмендегі адамдарға ұсынылмайды. Дегенмен, брокколидің көрсеткіштері аз болып келеді. Ұйқы безі аурулары бар адамдарда, қазан қышқылдығы жоғары адамдарға, клетчатка көтере алмайтындар, қанның ұйғыштығын төмендететін препарат қолданылатын адамдар, гипотерезбен ауыратын адамдар қолданылып